There's a good right hand. Check the mic and make sure it sound right, boys. Джейк Пол осыдан біраз уақыт бұрын ғана оның есімі YouTube'қа, пранктарға және жанжалдарға байланысты болатын. Бірақ бүгінде ол қолына бокс қолғабын киіп алып, блогерлер боксшы бола алмайды деген қағиданы барынша теріске шығаруға тырысуда. Он 15 қараша күні 27 жасар Джейк Пол бокс аңызы 58 жасар Майк Тайсонмен жекпе-жекке шыққалы жатыр. Әкесімен жасты адаммен жекпе-жегін талқылағанымыз ұят болар. Дегенмен бүгінгі күні Джейк Пол өзімен санасу керектігін жиі дәлелдеуде. Біз бүгін блогер, әртіс, әнші, режиссер және ең бастысы кәсіпқой боксшы Джейк Полдың өміріне тоқтала кететін боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Джейк Пол 1997 жылдың 17 қаңтарында ақш-тың Кливленд атты қаласында дүниеге келеді. Әкесі риэлтор, ал анасы дәрігер болып жұмыс жасаған екен. Джейктің өзінен 2 жас үлкен ағасы Логан да қазір өте танымал блогер. Ағайынды Полдар қолда-аяққа тұрмайтын өте белсенді болып өседі. Джейк мектеп кезінде күреспен, америкалық футболмен, баскетболмен айналысқан екен. Қашанды көпшілік назарында жүргенді жақсы көретін ол 2013 жылы танымалдылыққа алғаш рет қадам жасайды. Сол кезде ақш-та Vine атты 6 секундтық видеолар жүктеуге болатын қосымша өте танымал болатын. Джейк та өзінің парақшасын ашып, 2 жылдың ішінде 5 миллион көрермен жинап алады. Бірақ 2 жылдан соң ол қосымша аяқ астынан жабылып қалып, Пол енді барлық назарын YouTube'қа аударады. 18 жасар Джейк арнасына негізінен пранктар мен даулы әзілдер салып, бірнеше рет сынға қалғанмен, оның танымалдылығы күн санап өсе береді. Қазіргі күнде Джейктің YouTube арнасында 20 миллионнан астам көрермені бар. Ол әлемдегі ең бай ютуберлердің бірі. Бірақ Пол мұнымен де тоқтап қалмайды. 2017 жылы ол өзінің алғашқы өлеңін жарыққа шығарады. Сол жылы Джейк өз секілді танымал блогерлерден команда жасақтап, әлемдегі ең бай блогерлердің ішінде 2-ші орынға жайғасады. Мұның барлығы 20 жасар Полдың басын айналдырады. Ақшасын қайда жұмсарын білмеген ол өмірінің мәнінде жоғалтып алғандай болады. Бірақ осы кезде Джейк Полға көмекке бокс келеді. 2018 жылы Джейктің ағасы Логан ақшқа танымал рэпер KSI-ға қарсы бокс шоуын өткізеді. Осы кеште Джейк та өзінің алғашқы жекпе-жегін өткізген болатын. Ол қарсыласын техникалық нокаутпен жеңеді. Өзінің сүйіктісін тапқандай болған Пол енді бокспен кәсіби түрде айналысу мақсатында кезінде өте мықты боксшы болған Шейн Мозлидің қол астында жаттыға бастайды. 21 жаста алғаш рет бокс залына келіп көп жетістікке жету қиын, бірақ Джейк алған бетінен қайтпай тер төгумен болады. 2020 жылдың қаңтар айында кәсіпқой боксшының лицензиясын алған Джейк Пол мансабындағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Әрине, ол басынан ақ чемпион бола алмайтындығын жақсы түсінген болатын. Сондықтан Джейк қарсылас ретінде шоу-бизнесте аты бар, немесе бұрын MMA жұлдызы болған, қазір зейнетте жүрген адамдар таңдай бастайды. Дебюттік жекпе-жегін Пол британдық блогер Али Эссен Гибқа қарсы өткізеді. Бұл жекпе-жекте Джейк өзінің ақсаусақ блогер ғана емес, қызыл мұрын төбелесқор екендігін де байқатып, бірінші раундтағы жеңіске жетеді. Сол жылдың соңында баскетболшы Нейт Робинсонға қарсы өткізген жекпе-жегінде Джейктің техникасы шыңдала түскендігі байқалады. Алға жүгіремін деп Полдың қарымта соққысынан жерге жалп ете қалған Робинсонның ішінен баскетболда жүре бергенін жақсы ма еді деп опық жеп қалғандығын да байқауға болады. Амал жоқ, алған ақшаны ақтауына тура келген Робинсон 2-ші раундта тағы да сол қарымта соққыдан соң қайта көтерілмейді. Екі жеңістен соң деңгейді жайлап көтермек болған Джейк 2021 жылдың көктемінде бұрынғы MMA жұлдызы Бен Аскренмен жолығады. Аскрен ереже жекпе-жекте қарсыластарының барлығын тек күреспен жеңіп келген болатын.
Өздеріңіз түсініп тұрғандарыңыздай, Аскрен алғашқы раундта бокстың ережесін еске түсіріп тұрғанда, Пол еш кедергісіз құлаштап тұрып қойып қалады. Бен ММА-да жүрген кезінде бұдан да ауыр соққыларды көрген. Ол орнынан тез көтеріледі. Бірақ Аскренге жаны ашыған рефери жекпе-жекті тоқтатады. Арада бірнеше ай өткенде Пол бұрынғы UFC чемпионы Тайрон Вудлимен кездеседі. Вудли Аскренге қарағанда жұдырықпен еркін жұмыс жасай алады. Қарсыласының бұл қасиетін жақсы білетін Джейк жекпе-жекті өте сақ бастап, соққыны тек қашықтан жасауға тырыса бастайды. Вудли болса, UFC-де талай қарсыласын жерге жыққан шабуылдарымен алға ұмтылып көреді. Бірақ Пол қазірше сыр берер емес. Дегенмен тәжірибенің аздығы жекпе-жек созылған сайын белгілі бола бастайды. Вудлидің ауыр соққыларынан соң арқан жағалап кетуге мәжбүр болған Джейк Пол дегенмен мінезді жігіт екен. Ол да қарық қалар емес. 8 раундқа созылған бұл жекпе-жекте төрешілер жеңісті көбірек ақша алып келетін қабілеті бар Джейк Полға береді. Бұл жекпе-жек Полға оңай соққан жоқ. Вудлидің ауыр соққылары кез келген адамның денсаулығына кері әсерін тигізеді. Бірақ басында айтып өткеніміздей, Джейк Пол дегеніңіз намысты жігіт екен. Арада шай өткенде Вудлиге қарсы реванш етеді. Бұл жолы Джейк жекпе-жекті сенімді түрде бастайды. Бір-бірінен қалыспауға тырысқан екі боксшы көбіне бұқа секілді баспен сүзісумен болады. Соның кесірінен 3-ші раундта Полдың маңдай жарылып кетеді. Ол аз болғандай, рингпен 8 бұрышты шатастырып алған Вудли қарсыласын жерге атып ұрады. Бірақ жекпе-жек сайын тәжірибе жинап келе жатқан Джейк салқын қанбалығын жоғалтпайды. 6-ші раундта 1 секундқа орында тұрып қалған Вудли құлақ шекеден деген соққыдан ес-түссіз сұлап түседі. Осылайша UFC чемпионы Тайрон Вудлидің кәсіпқой бокстағы жорығына нүкте қойылған болатын. Ал Джейк Полдың жұлдызы керісінше бұрынғыдан да жарқырай түседі. Бұрын жай ерігіп жүрген біреу секілді көріп жүрген жанкүйерлер енді оған мән беріп қарай бастайды. Арада бір жыл өткенде Пол тағы бір бұрынғы UFC чемпионы MMA аңызы Андерсон Силвамен кездеседі. Силваның атын аса тани бермесек те, оның өнерін кезінде кез келгеніміз ұялы телефоннан көрген болуымыз керек. Джейк Пол да баспасөз мәслихаты кезінде Андерсон Силваның жекпе-жектерін көріп өскендігін, оны қатты сыйлайтындығын айтады. Жекпе-жек барысында Пол нағыз кәсіпқойлар секілді жинақы қимылдай бастағандығы байқалады. Бірақ әлі де болса, соққы жасау кезінде аяқтары тым алшақ кетіп қалатын қателігі де жоқ емес. Силва жекпе-жекті агрессивті мәнерде өткізеді. Бірақ үнемі Полдың қарында соққысына түсіп қала береді. Тіпті 8-ші раундта кеше ғана YouTube-та видео түсіріп жүрген бала Силваны нокдаунға түсіреді. Бірақ ардагер оңайлықпен берілмейді. Бұл жекпе-жекте Джейк Пол ұпай санымен жеңіске жетеді. Өзіне деген сенімділігі шыңға да жеткен Джейк 2023 жылдың басында Тайсон Фьюридің інісі Томми Фьюримен жұдырықтасады. Басқа қарсыластардан айырмашылығы, Томми Фьюри нағыз кәсіпқой боксшы. Мансабында 8 жекпе-жек өткізіп жеңілмеген екен. Томми ағасымен салыстырғанда ортан қолды боксшы әрине. Бірақ осы өнерімен ақ ол Джейк Полдан айласын асырып кетеді. But there's no real structure back behind that jab that worked well for him in the opening couple of rounds. It's a good start to the round here from Tommy Fury. Дегенмен Джейк бокстан қара жаяу емес екен. Фьюридің шабуыл кезінде егін аспанға көтеріп алатын жақсы пайдаланған ол соңғы раундта қарсыласын бір құлатып алады.
The final bell Бірақ sound. жекпе-жекті Пол таза жеңіледі. Осы жеңіліс арқылы Джейк өзінің нағыз кәсіпқойлармен күш сынастыра алмайтындығын жақсы түсінген болатын. Енді ол қарсыластардың деңгейін қайтадан төмендетеді. YouTube арнасына құны $16 миллион тұратын үйімен бір мақтанып алған ол бұрынғы UFC жұлдызы Нейт Диазбен кездесетіндігін мәлімдейді. Jake Paul versus Nate Diaz, main event cruiserweight 10 round of boxing. Үнемі ішіп алған адам секілді қисалаңдап жүретін Диаз дегенмен UFC-дің ең мықты боксшыларының бірі болатын. Жекпе-жек басында Джейк бар күшін жинап алып, Диазды біраз тоқпақтап алады. Nate might be in some pinch. Big left hook again. He's in big trouble, Wade. Way after Nate to look to clinch because Jake is landing at will. We expected him to start. Бірақ UFC-де отқа да суға да түсіп көрген Диазды сындыра алмайсың. Уақыт өткен сайын Нейт әдетінше қарқынды күшейе бастайды. The big one. This is good. The last minute or a bit overshot. And look at the volume here from Nate. Oh, good shot. 55 or 70. Дегенмен 5-ші раундта құлақ шегеден тиген соққыдан Диаз бір құлап тұрады. Ол жекпе-жекті ерте аяқтауға қанша тырысқанмен шамасы жетпейді. Ал нокдаун болса Диаздың көңіл күйіне еш әсер етпейді. Нейт үшін төбелес жай ғана көңіл көтеру. Needs to keep working. He's enjoying it. Nate Diaz is coming forward. Let more shots go. Working away inside. He needs to be busy here. Uppercut. Be here. Oh! Big left hand. He fell down. Жекпе-жек соңына аман-есен жету үшін Болға қарсыласына кене секілді жабысып алуға тура келеді. Nate. And here comes the flurry from Nate Diaz. Diaz. But you gotta follow up here as well. Бұл жекпе-жекте Джейк Пол әупірімдеп жүріп әрең дегенде жеңіске жеткен болатын. Осы жекпе-жектен соң Пол нағыз кәсіпқой боксшылар, бірақ Диаздардан әлдеқайда деңгейі төмен екі боксшыны нокаутқа жібереді. Қазіргі таңда Джейк Пол ақшта өте танымал. Онымен жұдырықтасу дегеніңіз кезінде Мейвезермен жұдырықтасу секілді лотерея ұтып алумен бірдей. Сондықтан кез келген боксшы болсын, MMA жауынгері болсын, барлығы Джейк Полмен жекпе-жекке шыққысы келеді. Бұл лотереядан 58 жасар Темір Майк та бас тарта алмаған екен. Осы жылдың жазында Пол мен Тайсон арасында жекпе-жек өтуі тиіс болатын. Бірақ Майктың денсаулығына байланысты кездесу кейінге қалдырылып, оның орнына тағы бір UFC ардагері Майк Перри шығады. Перри де кез келген UFC жауынгері секілді жүректі жігіт, бірақ техникасы боксқа мүлдем келмейді. Джейк Пол қарсыласын 6 раунд бойы қан жоса қылып сабаған соң рефери жекпе-жекті тоқтатады. Қазіргі таңда Джейк 15 қараша күні өтетін Майк Тайсонға қарсы жекпе-жегіне дайындалуда. Жас кезінде Пол секілді боксшылардың жекпе-жекке дейін-ақ жүрегін алып қоятын Темір Майктың қазіргі түрін көру өте өкінішті әрине. Бірақ бұл бизнес, ақша қорғыр не істетпейді. Міне достар, қылжақбас блогерден кәсіпқой боксшыға айналып шыға келген Джейк Полдың мансабы қазірше осындай екен. Видеосын желіге жүктеп қойып, ақшасын алып үйде жата берудің орнына осы бір қауіпті спорт түрін таңдаған Полдың да жүрегінің түгі бар жігіт екен. Егер бокс залына жастайынан келгенде бала біраз жерге барып та қалушы еді. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.